Саламатсыздар ма? Жамбыл облысы Сарысу ауданы Өндіріс ауылы Жарылқасын Отарбаев орта мектебі. Биология пәнінің мұғалімі Мукушева Шаризат Маратовна. Бүгінгі сіздерге арналатын сабағым 8-ші сыныпқа көру мүшелерінің құрылысы, көрудің маңызы, көру қызметін бұзылу және көру гигиенасы. Оқу мақсаты көруді қабылдаудың ерекшеліктерін зерттеу және көру гигиенасы ережесін сипаттау. Бағалау критерийі: көздің құрылысын түсіндіреді, көру гигиенасын айтады, көру жиілігін анықтайды, көрдің қосалқы мүшелерін біледі. Бірінші ұйымдастыру кезеңінде білім алушылардың зейінін шоғырландыру мақсатында көзге байланысты мектепке дейінгі келе жатқан жолда көзіне ерекше түскен бір затты айтады және қабырғаларға ілінген суреттерді тауып атын атайды. Яғни бұлардың барлығы көз жаттығулары және көзімен көрген өмірмен байланысын оқушылар баяндайды. Бұл жердегі мақсат оқушылар зейінін шоғырландыру, тыңдау дағдыларын дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды қатыстыру арқылы оқыту жағдайларын теңестіру. Тиімділігі оқушылардың көңілін көтеру. Яғни бірден жаңа сабақты бастап кетпейміз, оқушылардың кішкене болсын психологиялық жағымды ахуал туғызамыз. Мен бұл сабақта қазіргі көбінесе қолданамын, төңкерілген әдісті қолданамын. Оқушылардың барлығы жаттыққан, өздері үйден барлығын оқып, постер болса постер қорғап, пластилиннен, сымнан, түрлі түсті қағаздардан, қима қағаздардан, ермек саздардан, әртүрлі заттардан білім алушылар өзінің жаңа сабақ бойынша түсінгендерін түсіріп келеді және дәптерге конспектісін жазып келеді. Яғни бұл жерде оқушылар көру жүйесіне байланысты өздерінің үйден дайындап келген постерлері, көздің құрылысына, одан кейін көздің арақашықтықты, жиілігін зерттейтін әріптерді жинақтап келген болатын. Осы бойынша жаңа сабақты түсіндірді. Яғни мұғалім бұл жерде тек бағыттаушы қызмет атқарып, оқушыларға тек қана толықтырулар енгізіп, кері байланыс жасап отырды. Дәптермен жұмыс ретінде үштілділік бойынша үнемі дәптермен жүргізіліп отырады, яғни қазақша, орысша, ағылшынша. Және осы термин сөздерді білім алушылар жаттап жатқа айтады. Көру жүйесіне байланысты келесі тапсырмамыз Jamboard деп аталынады тақтасы. Бұл жерде интернет арқылы оқушылардың әрқайсысы өзінде ұялы телефондар болады. Осы ұялы телефондарына мен арнайы алдын ала осы көздің құрылысын және көздің қосалқы бөліктерін жазып қойған болатынмын. Жазып группадағы білім алушыларға ссылкасын жіберген болатын. Осы ссылка арқылы білім алушылар өздері осы тақтаға кіреді дағын тапсырманы орындайды. Ал тапсырманы орындау барысында мұғалім қай оқушының қандай тапсырма орындап отқандығын үлкен тақтадан көріп отырады. Сергіту сәті ретінде көз жаттығуларын алған болатынмын. Яғни бейне жазба арқылы көзімізге жаттығулар жасатамыз. Яғни көзімізді күнделікті осындай жаттығуларын жасалып тұру, яғни осы көз ауруларына байланысты Қазақстандағы ахуалдарды, яғни қазіргі кездегі көз жаттығуларының қандай пайдасы бар еткендігін айта кетеміз. Келесі тапсырмамыз PISA тапсырмасы деп аталынады. Бұл жерде білім алушылардың функционалдық сауаттылығы мен креативті ойлау қабілетін дамытады. Мен өзім әр сабақ барысында PISA тапсырмасын үнемі құрастырып отырамын, себебі
пиза тапсырмасы оқушылардың логикалық ойлауын және функционалдық сауаттылығы мен креативті ойлауын өте жақсы қалыптастырады. Яғни бұл жердегі тапсырмам қазіргі қоғам жастары салауатты өмір салтын жүргізбейді. Өз сымбаттарына, денсаулықтарына көңіл бөлмейді. Жастардың көбі ғаламтор желілерінде, компьютерде отырады. Бұл олардың дене бітімінің дамуына және көз ауруларына әкеп соқтырады. Бұл жерде көз ауруларына ғаламтор, компьютер зияны мен пайдасын айтыңыздар дедік. Қазіргі таңда топқа бөлмегендіктен қатар бойынша екі қатарға бөлдік. Бірінші қатар берілген пікірмен келіседі, екінші қатар келіспейді. Әр білім алушы өз пікірлерін нақты дәлелдеу қажет дедік. Бірінші қатар келісемін деп, себебі өз ойларын айтады. Яғни компьютердің зияны бар ма, ғаламтордың пайдасы бар ма, міне осындай. Екінші қатарда жоқ, келіспеймін деп, себебін дәлелдеп түсіндіреді. Келесі жинақтау ретінде оқушылардың алған білімдерін жинақтау мақсатында, яғни қорыту мақсатында АКТ Kahoot деп аталынады. Kahoot ойын ойнадық. Бұл жерде оқушылардың барлығы жаттыққан 10 сұрақтық, 20 сұрақтық, 15 сұрақтық тесттер беріледі. Сол жерден уақыттың тиімділігіне байланысты таңдалынып, осы сабақта көз құрылысына байланысты тапсырманы орындайды. Кері байланыс ретінде білім алушылармен жеке жұмыс жүргізілді. Яғни бүгінгі сабақта мен түсіндім, білдім, көзімді жеткіздім. Яғни қызықты болғаны, қиындық тудырды, енді мен аламын. Қазіргі таңда қалыптастырушы бағалауда күнделікті жүргізіліп отырады. Бұл жерде 10 балдық шкала бойынша есептелініп отырады. Сол себепті оқушылардың барлығы үнемі өздерінің қалыптасқан өзін өзі бағалау парақшасы әр сабақ сайын жүргізіліп отырады. Бұл жерде аты жөні, үй жұмысы бойынша максималды балл, Jamboard, Kahoot, Pizza, яғни сабақта жүргізілген әдістер арқылы оқушылар өздерінің балдарын қойып, ең соңында қорытынды балын шығарып отырады. Қорытынды балған шыққан балды күнделік кезет сайтына үнемі енгізіп отырамыз, күнделіктісін. Үйге тапсырма беру үшін алдын ала дайындап қоямын. Үйге тапсырманы ссылка беріліп отырады. Осы ссылкаға кіріп, білім алушылар өзінің презентация, оқулықтарындағы материалдар және соларға байланысты бейнефильмдерді іздеп, ссылкасын жіберіп отырам. Білім алушылар сол жерден ссылкаға кіріп, үй тапсырмасын оқып, материалдарды жинақтап, келесі сабаққа дайындалып келеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.